Маған арналған күй неге еңлік деп аталады деген сұрақ анда-санда қойылады маған. Марқұм жарым Таласбек Әсемқұлов маған арнаған күйін еңлік деп атады. Бұл сөздің, бұл ұғымның тамыры өте терең. Өйткені осыдан 23 ғасыр бұрын Қытай жылнамаларында хуннулар туралы айтылады ғой, өйткені қытайлар хуннулармен соғысты. Сонда хуннулар жеңіліп, өз туған жерін тастап кетіп бара жатқанда жыр шығарған екен. Сол жырда Цилянь мен Яньжишань деген тауларды жоқтап кете береді. Әрине ол Яньжишань мен Цилянь деген Қытай жылнамаларында қытайша жазылған атаулар. Сонда Таскин деген ғалым, совет тарихшысы, қытайлар жазып кеткен хуннулардың жырын талдады. Сосын Едіге Даригулұлы Тұрсынов деген біздің ұлы фольклорист соны талдаған. Содан кейін Серік Болқондыбай талдаған. Сонда мынау Цилянь дегеніміз, Цилянь деген тау, ол Көклен деген тау екен. Көклен дегеніміз ол мынау Қобланды жырының кейбір нұсқаларында Қобландының енесі да сиқыршы, сондай аспанда тұратын бір кемпір бар, Көклен. Сол кемпір ол үлкен мифологиялық бейне, ұзақ әңгіме. Мынау жерде Алуа Тебенің суретінде де сол салынған болу керек. Аспанда тұратын кемпір, қысқасы. Мынау кемпір қосақ дейміз ғой, соның қосағы. Ал Яньжишань деген таудың атын Едіге Дариғұлұлы Тұрсынов еңлік деп түрікшеге келтіреді. Сонда қытайлардың жылнамаларында жазылған Яньжишань деген тауда бір гүл өседі екен. Сол гүлді хуннулар түрлі жүн бояйды, басқасын бояйды, және әйел қыз-келіншектер бетін бояйды екен сол тамырмен. Сол еңлік деп аталады. Және де еңлікті солай қолдану, ол біздің заманымызға жеткен Ильяс Жансүгіровтің да өлеңдерінде айтылады еңлік сондай мағынада. Еңлік осындай гүл, өзі бояу жасайтын гүл, әйел затының символына айналған хунну мәдениетінде, кейін түрік мәдениетінде